33. Қазақстанға саяхат. Сен Қазақстанның туристік жерлерімен танысасың. Қазір Қазақстанда туризмнің барлық түрі бар. Туристерді біздің еліміздің көне тарихы мен мәдениеті, табиғатының сұлулығы мен алуан түрлілігі қызықтырады. Тапсырма. Картада Қазақстанның қай аймақтарына, қай жерлеріне саяхаттауға болатыны көрсетілген. Өз ойыңды айт. Арман. Есіңе түсір, туризмнің қандай түрлері бар? Туризмнің спорттық, ойын-сауық, танымдық, сауықтыру, экологиялық түрлері бар. Балалар, туризмнің негізгі мақсаты не? Тарихқа қызығатын адамдар Қазақстанның оңтүстігіне саяхат жасайды. Көне заманда ол жермен әлемге әйгілі Ұлы Жібек жолы өткен. Оның бойындағы қалаларға, ашық аспан астындағы мұражайларға саяхаттау танымдық туризмге жатады. Тапсырма. Туризм түрлерінің өз мақсат-міндеті бар. Суреттерде қандай туризм түрлері бейнеленген? Өз ойыңды қорытындыла. Сурет астындағы жазу: Алматы қаласындағы медеу мұз айдыны. Сары Жақтаудағы маңызды мәлімет: Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласында. Бұл Қазақстандағы әйгілі ескерткіштердің бірі саналады. Бір сурет: таңбалы тас жазбалары. 2 сурет: Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Тапсырма. Қазақстан картасына қарап, Қазақстандағы туристік орындар жайлы әңгімеле. Үлкен сурет астындағы жазу: Астанадағы Думан ойын-сауық орталығының сыртқы көрінісі. Сурет астындағы жазу: Қазақстанның інжу маржаны Бурабай көлі. Сұрақтар мен тапсырмалар. Қазақстанда саған таныстағы қандай туристік орындар бар? Олар жайлы әңгімеле. Егер саған еліміздің кез келген жеріне саяхат жасауға мүмкіндік болса, сен қай жерді таңдар едің? Неге? Ол саған несімен ұнайды? Сенің Қазақстанда туристік саяхат жасаған жерлерің бар ма? Ол жайлы не айта аласың?